Баршаңызға сәлем, менің алтын оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге өте дәмді қарыннан жасалынатын ыстық салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан каналға тіркеліп, видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Барлық қажетті ингредиенттерді видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Қуыру үшін сұйық май, ұзынша туралған піскен қарын және де үккіштен өткізілген сәбіз, ұзынша туралған чеснок және де бір бас пияз және тәтті болгар бұрышы. Осындай соломка тәрізді турап алдын ала дайындап қойдым. Біз әсемдеу үшін осындай көк шөптерді пайдаланамыз, қосу міндетті емес. Енді салатымызды дайындап бастаймыз. Ең алдымен табамызға сұйық майымызды құйып, майымызды қыздырамыз. Қызып тұрған майымызға ең алдымен пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Мен қып-қызыл болғанша қуырып алдым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша күнделікті тағамға қалай қуырасыз, дәл солай қуырып алсаңыздар болады. Бізге осылай қызарып, күйіп піскен пияздар өте қатты ұнайды. Оны білесіздер. Менің бұрыннан келе жатқан көрерменім болсаңыздар, мен үнемі пиязымды осылай қатты қыздырып қуырып аламын. Ендігі кезекте осындай соломка тәрізді туралған піскен сиырдың қарнын осылай қосамыз. Міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Бұл салатты қазақша хэ салаты деп те атайды. Қазіргі соғымның уақытында міндетті түрде дастарханыңызға дайындап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды. Қарнымызды жұмсарғанша 2-3 минут осылай қуырып аламыз. Оның үстіне үккіштен өткізілген сәбізімізді қосып, бір қабат біріккенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Қатты көп қуырмаймыз, себебі біздің сәбізіміз езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан осылай біріккенше ғана араластырамыз. Енді тәтті болгар бұрышын, оны да бір қабат осылай біріккенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Қатты көп қуырмаймыз, себебі біздің болгар бұрыштарымыз салаттың ішінде тірі қытырлап жүру керек. Енді оның үстіне чесногымызды қосамыз, бір қабат ғана араластырамыз. 1-2 секунд мөлшерінде осылай уақыт кетуі мүмкін. Басы біріккенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Қатты көп қуырмаймыз. 1 ас қасық соя тұздығын және де татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды және де кішкене қышқылдау болған қаласаңыздар, ұнтақталған қызыл бұрышты қоссаңыздар болады. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Дәл осы қалпында енді әсемдеу үшін көк шөптерімізді қосамыз. Мен көк пиязды және де кинзаны қостым. Қосу міндетті емес, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоспасаңыздар да болады. Салатымызға осылай бір араластырып, басы біріккенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Біздің салатымыз дайын. Дәл осындай ыстық қалпында дастарханға ұсынсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, мені қолдап, каналға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда басқа да дәмді, тез, оңай дайындалатын салаттардың түрлі рецептері бар. Қазір осы видеоның астындағы описание бөліміне сілтемесін қалдырамын. Міндетті түрде кіріп қарап көріңіздер. Өте дәмді, тойымды салатымыз дайын болды. Баршаңызға рахмет. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл.